Болды, қатыныңмен ажырасасын, өзі өлбастан маған ұнамаған еді, мен саған әлі сондай қыз алып беремін. Мама, бірақ маған басқа әйел керек емес. Мен өзімнің әйелімді жақсы көремін. Менің айтқаным болады, подругамның қызы бар, отырып қалған, соны аласың, сөзді көбейтпе. Мама, енді не істеймін? Күйеу балаңыз басқаға үйленіп жатыр екен. Бары жақсы болады, шыдамды бол, әлі көресінен қылған жұмысына оқынып қалады. Ой, мама, тамақ жасап қойдыңыз ба? Кереметсіз, мама, сіз. Рахмет, қызым. Бар, киіміңді ауыстырып шық, шай, тамақ ішеміз. Иә, қазір. Жақсы, тезірек кел. Жаным, екеуміз оңаша қалатын күн де бар екен ғой? Мен кетуім керек. Алло, мамуля, мен уже шыдай алмаймын, анау старуха кемпірде, баласы да надоел уже. Бір ұрыс шығарып милицияға беремін, ақша өңдіріп аламыз. Ай, келін, тұр, 12 болды. Келін деген азанда ерте тұрмай ма? Тұр бол деймін. Өзім білемін, сен жанға тидің. Бұрынғы келінің саған шыдамаған ғой, миың айнып қалған. Балам, енді не істейміз? Бұл әйел кетіп қалды. Жылама, мама, біз бірге шешеміз. Ол қайтып келмейді. Үйді Әсем ханымнан сатып алдым. Не? Рас па? Иә, құжаттар дайын. Үйді 2 күн ішінде босатыңыз. Неге? Біз қайда барамыз?